келесіздер ме? Мен бүгін сіздерге тоғызқұмалақ ойынының ережесін түсіндіремін. Тоғызқұмалақ ойыны зияткерлік ойды дамыту үшін және есептерді тез шығару үшін ойнатылады. Ол тоғызқұмалақ тақтайшасы. Тақтайшаның оң жағында 9 ұяшықта 9 құмалақ, сол жағында 9 ұяшықта 9 құмалақ болады. Барлығы 162 құмалақ. 9 құмалақта 2 қазан болады. Біріншісі бастаушыныкі, екіншісі қостаушыныкі. Бірінші бастайтын адамды бастаушы, ал екінші бастайтын адамды қостаушы дейміз. Ал ендеше осы ережелермен тоғызқұмалақ ойын ойнайық. Егер сенің түскен құмалағыңда жықсан болса, онда сен оны аласың, қақсан болса алмайсың. Және де қолмен санап отырмай, қарындаш немесе қалам алып, қаламмен санайсың. Егер сенің қарсыласыңда 2 құмалақ болып, оған жететін құмалақ болса, 3 құмалақты аласың өзіңе, және оның орнына тұздықты қоясың. Тұздыққа түскен әр құмалақ сенікі болып саналады. Және де 82-ден көп құмалақ болса, онда бұл ойында ол адам ұтты, ал егер аз болса, ол өкінішке орай ұтылады.